Сәлем достар, менде осындай көйлек болатын. Осыны бұзып мен қызыма көйлек тігіп беретін боламын. Әуелі белінің үстіңгі бөлігін сөгіп тастадым да етегін өлшеуге кірістім. Осылайынан жайып алып 42 сантиметр етіп өлшеп шықтым. Осылайынан біртіндеп өлшеп алдым да сол бойынша қырқып шықтым. Одан кейін ішкі бөлігінде дәл сол размермен 42 сантиметр етіп өлшеп алдым. Және айналдырып сызғышпен сызып алып түзулеп осындай ручканы пайдаландым. Бұл бутиктеген кезде кетіп қалады. Осылайынан жақсылап қырқып алдым. Осылай тарсылдатып қырқып алдым да, енді алдыңғы бөлік пен артқы бөлікті арнайы дайын лекаламен осылай астатіктерінен бірінші артқы бөлігін сызып дайындап алдым. Осылайынан содан кейін 1 сантиметр етіп қалдырып тігіске оны да қырқып шықтым. Артқы бөлігім дайын болғаннан кейін қалған материалдан алыңғы бөлігін сызып алып бірден тігіске 1 сантиметр етіп тігіске де беріп сызып алдым. Алдыңғы және артқы бөліктерін осылай қырқып алдым. Одан кейін жеңіне шықтым. Осылайынан жеңнің ортаңғы тұсынан берілген 2 нүкте болатын, соны сызып алып осы жерден қырқып шығатын боламын. Бұл жеңді модельдеу үшін осылай қырқып алдым 3 жерден және бірден матаға осыны модельдеп, жеңнің фонарик сияқты болып шамалы көлемді болу үшін осылайынан қырқып алдым. Осы лекаламызды бірден матаға қойып, матаның ортаңғы бөлігін белгілеп аламыз. Содан кейін осы белгіден 2 сантиметр немесе 3 сантиметр етіп төмен түсіріп алдым. Және қақ ортасына 1 сантиметрден ровно 2 сантиметр етіп, және екі жағынан да осылайынан парақты 2 сантиметр ашып алдым. Одан кейін бірден тігіске беріп сызып алатын боламын. Үстіңгі жағынан қалдырған себебім өткені модельдеген кезде мына жерде 1 сантиметр болса, үстіңгіге қарай уже 2 сантиметрдей жоғары көтеріледі. Осылайынан бірден тігіске беріп сызып алдым. Бірінші жеңін қырқып болғаннан кейін екінші матаға оны қарама-қарсы бетіне жатқызып, бір-біріне қарама-қарсы жатқызып, бірден матаның бетінен сызбай-ақ осылайынан қырқып алдым. Екеуі екі түрлі болып қалмас үшін осылайынан бір-біріне қаратып және алдыңғы бөліктерін бірден белгі қалдырып қырқып кеттім. Біздің жеңдеріміз дайын. Енді алдыңғы бөліктердің иықтарын бірінші машинкамен қосып алдым. Одан кейін оны оверлокта қосып алатын боламыз. Яғни сетінеп кетпеу үшін тоже оверлокқа да тоже осылай тігіп алдым. Осы жерде сразу мойында
оверлоктап алайын деп шештім. Өйткені мойын ішке қарай 1 сантиметр қайырып тігу үшін бірінші мойын бөлігін оверлоктап алу керек. Мойын бөлігін болғаннан кейін екі жақ боковойын да қоспай оверлоктап аламын. Бұл замок тігу үшін қажет. Одан кейін жеңін қондыру үшін біз фонарик ретінде жинауымыз керек. Ол үшін мен машинкада 4 сантиметр етіп 4 сантиметрге қойып алдым да 1 сантиметрге тігіп шықтым. Бұл жаңағыдай фонарик қып жинау үшін осындай әдісті қолдандым. Одан кейін тағы 0,5 етіп тігіп алдым. Бұл жақсылап жинау үшін қажет болады. Содан кейін материалды уже мына жерде тігіп отқан кезде менде материалым осылай жиырылып қалды. Осылай екі жібін тарта отырып жақсылап жиырып алдым. Сол кезде фонарик болып шықты. Енді осы фонарик болған жеңді біз кеуде бөлігіне орнатып тігетін боламыз. Жеңімізді осылайынан қойып алып, екі жағына жақсылап бекітіп, айналдырып, инемен қадап, жиырған жерлерін келтіріп, және ортаңғы сызықпен иық бөлігінің сызығын теңестіріп аламыз да, жайып отырып, инемен қадап дайындап аламыз. Дайын болған бөлігімізді енді бірінші машинкаға қойып тігіп алдым. Одан кейін осылай жақсылап жиырып отырып, иненің көмегімен қисық кетіп қалмас үшін біртіндеп инесін ала отырып тігіп шықтым. Екі жеңінде дәл осындай етіп инемен қадап алып, жақсылап жиырып тігіп шықтым. Дайын болған бөліктер осылай болды. Енді мен жеңін орнатуым керек. Жеңіне осындай деталь жасаған болатынмын. Енді оны инемен жақсылап қадап, бұларды да 1 сантиметр етіп тігіп шықтым. Жақсылап инесін ала отырып тігіп болғаннан кейін бұны екі оң бетіне қаратып, осы бөлігін жоғарға қаратып, осылайынан жоғарға қаратып 0,5 етіп, басылып тұру үшін 0,5 етіп мына жерден тігіп шықтым. Бұл жаңағыдай жеңіміздің жақсы тұру үшін осындай әдісті пайдаландым. Одан кейін бірден жеңнің жаңағыдай иықтарын, бағана қосқан иығымызды оверлоктап алдым. Иықтарын оверлоктап болғаннан кейін бірден екі жеңінде осылайынан қосып, яғни тұтас бойынша қосып оверлоктап аламыз. Бірақ бір жақ жері бағана оверлоктаған болатынмын, оны басқаша етіп оверлоктаймыз. Бір жеңін тұтастай етіп оверлоктап алдым. Бұл жерде жаңағы настройкалары дұрыс болмай машинканың, өстіп настройкасын дұрыстап жібердім де, жеңінен қолтық ойынтысына дейін оверлоктадым. Енді мына екінші замок тұратын жерде бұра оверлокталған. Осы жерден бастап мен жеңге қарай оверлоктадым. Ана жерін ашық қалдырдым, өйткені ол жерге замок жүретін болады.
Оверлоктап алғаннан кейін жеңдерін осылай оверлоктың жіптерін осылайынан байлап тастадым. Бұл әрі қарай сөгіліп кетпеу үшін осындай әдісті қолданамын. Осылай кеуде бөлігі дайын болды. Енді мен мойын ойындысын ішке қарай осылай етіп инелермен қадай отырып барлығын қадап шығамын да бұны да 1 сантиметр немесе 0,5 етіп тігіп шығатын боламын. Осылайынан инелерін ала отырып жақсылап 1 сантиметр етіп мойын ойындысын тігіп шықтым. Одан кейін жақсылап жату үшін өтекке басып алдым. Жақсылап өтектеп алдым. Бұл бөлімде біз кеуде бөлігін қалай тігетіні жайлы көрсеткен болатын. Енді келесі бөлімде етегі, яғни юбка бөлігі қалай жасалады, қалай тігіледі, соны көрсететін боламын. Сондықтан каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз да келесі бөлімді күтіңіз.